Сәлем достар, бүгін біз салық кабинетінен отчет тапсыратын боламыз 22-ге второе полугодие. Мына жерге второе полугодияны жазамыз, очередная. И бұл жерде бухгалтерский ведет, не ведет, не ведет галочка қойдық, резидент, не резидент. Осы жерден таңдаймыз. И бізде қазір данное время счетымыздағы оборот, 6 айдың оборотының суммасын жазатын боламыз осы жерге. Алтайдың доходын. Енді қазір корректировка жасайтын боламыз. Төмен қарай түсіріп. Мына жерде 63.823 теңге шығып тұр. Мына жерге қазір осы сумманы төменге жазатын боламыз. Оны корректировка дейді. $63.823 теңгені жаздық. Енді екінші страницаға өтеміз. Бұл жерде доход жазатын боламыз қазір. Второе полугодияның қай айларға жүрген. Бізде минимальный зарплата 2022-де 60.000 теңге болған. Соңғы 3 айдың доходын көрсетеміз. Бұл кісіде 4 ай доход болған. Қалғандарында ешқандай доход түспеген 2 айға. Ноябрь, декабрьде ешқандай доход болмаған. Енді бізге минимальный зарплатаны 60.000 көрсететін боласын. Бізге социалка 2100-ден шықтыр. Қазір пенсионка 6000-нан шықтыр. Осы жерге каждый айдың социалкасын, пенсионкасын, медстраховкасын көрсететін боламыз. Енді медстраховка келетін болсақ, бізде 4 ай кәсіп жүрді, доход болды. Сондықтан біз 4 айға медстраховканы көрсететін боламыз. Қалған 2 айға 0 деп тереміз. Егер бұл жерге ешқандай 0 қоймасаңыздар, сізді салық кабинеті жібермейтін болады. Отчетыңыз кетпейтін болады. То есть енді 4-ші страницаны басамыз. Бұл жерде ешқандай жерге тиіспейміз. Тек енді бұл жерде ИП-ның нахождение ИП қай жерде соны теретін боламыз. Мен ситуациямда қазір Ақтөбеде. Енді прописка бойынша қай жерде тіркелген ИП-ның хозяйкасы, соны қазір теретін боламыз осы жерге. Осымен енді қазір тексереміз. Ошибка бар ма, жоқ па? Жоғары жаққа барсаңыздар, осы жерде проверить деген бар. Сол жерден қарасақ, мұнда ошибка нет деп тұр. Окты басамыз. Отправлять етеміз қазір біз. Осылай салық кабинетіне жібереміз. Енді бұл жерде біз аутпен кірген болсақ, эрсамен қол қоятын боламыз. Жалпы 2022-ның второй полугодиясының отчеты осылай жауапсаңыздар болады. Енді бұл кісінің ситуациясында осындай жағдай. Сіздерде барлық 6 айға доход болуы мүмкін, болмауы мүмкін. Сондықтан өздеріңіздің счетыңызға қанша оборот айналды, доходтарыңызды қарап, сол жазып шықсаңыздар болады. Жалпы мен қалай отчет жағу керек, сол жайында көрсетіп жатырмын. Сондықтан пайдалы болсын сіздерге. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк, комментарий жазып, мен каналыма жазылып кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта өте жақсы видеолар түсіретін боламын. Енді бұның қалай кеткенін көру үшін журнал форумға барамыз да, мына жерде найти деген бар, соны басып, міне төменгі жаққа қарай түсіретін болсақ, міне разнесена деп тұр. Значит, біздің отчетымыз уже кетті.